Бұл сізге ұнамайды, бірақ өмір сонысымен қызық. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ерлі-зайыптылар әдетте күнделікті өмірдегі ұсақ-түйектер үшін ренжісіп жатады. Әсіресе мұндайға көп мән беретін әйелдер. Мысалы, қараңыз, бөлме суық, сіз жаурадыңыз, қалың киініп бүрісіп отырып айналаға қарасаңыз, екінші жартыңыз есік немесе терезені ашып кетіпті. Немесе желдеткішті өшіріп тастағанын маңдайдан тер бұрқ еткенде бірақ байқадыңыз. Көре салып күңкілдей жөнелесіз. Таңертең тұрғанда төсек жаймалары бір жыл жатқандай иленіп, мұжғыланып кеткен. Бұл да сізге бір жастыққа бас қойған серігіңізді сөге кетуге салмақты себеп. Бөлменің жанып қалып кеткен немесе жатып қалған соң сөндіру қажет болатын жарық көзі, бұл да үздіксіз дау тудыратын жағдайлардың бірі. Басты сұрақ: кім өшіруі керек? Жауап ұзақ. Ұйқыдағы адам өз ісіне есеп бермеуге тиіс. Ал сіз түн баласы қорылдап маза бермегені үшін өмірлік серігіңізді күндіз сөгіп, біраз жерге апарып әкелесіз. Себебі шынымен де түнімен ұйқы бермеді ғой. Қасыңызда ұйықтап жатып ақ біраз жерге барып, бір шама шаруаны тындырып келетіндер болады. Үндемей жатса бәрі тыныш. Тек сандырақ сөздермен біраз сырын ашып қоятыны бар ғой. Кіммен отырғанын, қайда жүргенін айтып, тіпті біреулерді жаным, енді біреуді күнім деп айналып толғануы да мүмкін. Осыдан кейін қалайша оятып алып ұрыс шығармасқа. Жыланның қабығы секілді шешілген жерде иленіп қалып кеткен киім, ылғал күйі тастай салынған сүлгідей жүйкеге тиеді. Кімнің жүйкесіне? Әрине, мың рет еңкейіп жерден көтеріп, орнына жинайтын кісінің. Сізге бүгін демалыс. Сондықтан қалаған уақытыңызға дейін ұйықтауға болады. Бірақ кенеттен құлақ түбінен жаныңыздағы жанның ұялы телефонында оятқыш шыр етіп, ұйқыңызды шарадай ашты. Бұл ашулануға, ұрсуға себеп емес пе? Қасында отырған жанды елемей, телефонға телміру, бұл да күнделікті қайталанатын көрініс. Және күнделікті қайталанатын даудың басы. Ұялы телефонның немесе теледидардың саңқылдай шыққан, құлақты сарсытқан даусы. Егер үйден сол сәтте құлаққап табыла кетпесе, ерлі-зайыптылардың арасында тағы бір айтыс басталғалы тұр. Жуынатын бөлмедегі қақпағы ашық қалған заттар, суға толып қалған сабын салғыш, орнына қойылмаған қағаз, жабылмай қалған су, мұның бәрі олай жасама деп қанша айтса да қайталана беретін әдеттер. Қашанғы шыдауға болады? Сүйіктіңіздің желідегі суреттеріне басылған лүпілдер, жазылған пікірлер, әжептәуір қызғанышқа себеп. Қызғанышқа не керек? Кішкене тұтатып жіберетін шоқ қана. Ары қарайға алаудың күші мен қанша жерді өртейтіні өзіңізге ғана байланысты. Кейінірек жермін деп әкеліп қойған тәттіңізді тоңазытқыштан таппай қалдыңыз ба? Тез арада кінәліні тауып, тиісті сазайын беру керек. Тоңазытқыштан туындайтын тағы бір дау, онда бос ыдыстардың тұруы. Тағы да ол таза емес. Әрі қарай әңгіме, мына ыдыс мұнда неғып тұр? Жеп болған соң жуа салуға болмай ма? Деп басталып, тілдің тиегі біраз ағытылады. Осыдан бір апта бұрын тырнақ алғышты мында қойғансыз. Қазір келіп қарасаңыз орнында жоқ. Ол қайда кетеді? Орны осы жер ғой. Алған соң неге қайта орнына қоймайсың осы?
Дәл осы айыптау сөздің айтылуы үшін бір ғана тырнақ алғыш емес, көптеген майда шүйде заттар себеп бола алады. Иә, мұның бәрі сіздің ашуыңызға тиеді, жүйкеңізді жұқартады. Бірақ бір шаңырақ астында ауаны да, суды да, орынды да бәрін бөлісіп тұратын болғандықтан көнбеске шара жоқ. Көңкілдей бергенше жақсы жағын көруге тырысыңыз. Мұның бәрі елеуге тұрмайтын ұсақ түйектер. Сайып келгенде өмір сонысымен де қызық.